Өтөгөймен біздің артымызда көптің күткен видео. Кім мен телеграмымда подписчиктерім біледі, енді менің үйімде бірдеңе бола бастаған болатын. Яғни біресе люстраның андай бірдеңелер, люстраның әйнектері қозғала бастайды. Біресе есік қозғала ма, есіктің қақылдаған, шиқылдаған дауыстар шығады. Тіпті шактарды естіле бастады. Бүгінгі видеода мен бүгін соларды айтып өтетін боламын. Ал сіздер арналы видеолардың басыңдар, ал біз бастаймыз. Құрметті көрермен, бұл видеода ақпараттың бәрі шын, менде 40% болады. Ал біз бастаймыз. Мен осы мойнерлерге звондаған видеоны естіп көргендер бар. Олардың білет болсаңдар, мен сол кезде біз бір скримерге звондадық. Короче, білмеймін, құдай сақтасын, бірдеңе болып қалмасын. Әйтеуір жаңымен сияқты бұзыр. Короче, түнгі сағат примерно 1-лерде үйде ешкім жоқ. Үйлерінде қонақ айткен, мен расул етіп братишкамен видео аламыз. Сағат түнгі 1-лерде примерно уже кішкене қықылдаған шақтар ести бастады. Біресе бір кезде түнгі 1-лерден түнгі 4-ке дейін ба, короче, бырқылдаған дауыстар ести бастады. Сосын примерно қаншада 2-лерде ма, примерно үйде бір тарс-тұрс шақтардың дауысы естіледі. Мен фрагмент. Кейінірек осыдан кейін сол уақытта құлақ тік-тік-тіш есіктен жабуға ұстатқан естіп, ішімнен қарап көрсем, есік өзіміз қозғалып жатыр. Жүрегім ұшып кетті. Құдай сақтасын. Менің де жүрегім ұшып кетті сол кезде. Сразу ұйықтамадық, ешкім оятуын деген жоқ. Кейін таңғы сағат 7-терде ма, енді таңғы сағат 5-терде 4-те тоқтады барлығы. Сосын ұйықтап қалған болатын. Ұйықтадым. Ұйықтағаннан кейін короче болады. Өзіме бірдеңе тағалы-таш есіп шығып қарасам, коридорда люстра өзіміз қозғалып жатыр. Сол уақыттан кейін бір видео түсірген, ташылдаған, осы видеоны түсірген, қараңдар. Достар, бізде бүгін бизнес видео болады. Сағат примерно 6:16. Короче, мен дейтін, өзіңіз үйде бір жаттақ шығып жатыр. Маған қобызды қоғатыр. Ебать. Даже ебать дейді, қолымнан ашымен. Ебать. Нифига себе. Қолсым жоқ емес. Қолсым жоқ тұтамын. Таңғы сағат 7-лерде сол уақыттарда
Мен оянамын да ұйқыдан оянамын. Ұйқы не болды уже. Үйдегілер келеді. Бәрі басылып қалды. Содан соң екінші күні мен түскендерде қайтадан дауыс естіле бастады. Сосын мен шошып кеттім. Сосын тағы велосипедтен түскен болатынмын. Сол уақытта жаңбыр жауып бәрі быт шытып кетті. Қалайсыңдар? Біз бүгін қайтадан кешегі бір икемі бірдеңеден оянып кеттік. Төбеден осының үстінен шығады. Біресе есіктің алдынан шығады, біресе алдынан шығады, мынан шығады. Блядь, сол жүрек ұшып тұр. Ебака. Короче, кешегі кім несіне бізде екеуміз ресімде тауқан кезде оятқан жоқпын ба сені? Шыңғырды. Басылдап отырған ұнауды. Білесің бе? Білесің бе? Соны құрту керек достар бізге. Оны қазір кешке қарай істейтін боламыз. Түнде тексеріп көрейік бір түнде. İstediğim hastaneye başlayayım. Sonra kulağına çıkartıyoruz biz. Hemen ne oturup kalmayız. Yakın ben de böyle yatır olma. Böyle suçuyor mu okuttu? Bu da yaşatasın diyor. Ay baktırsınız. Sizlerim. Hadi bak bile ver. Короче, oldu kendi bak bırakmayın. Onda hiç yapılmış dostları. Сенбай будет. Жүріп тұрсыз ма? Азаматсың. Сенбайсың. Блядь. Hadi silmem bilmiyorum. Söyle. Tıttı olsun ha. Ne oldu? Şiba. Yandı. Ay. Pisiz. Nasıl iyi kriz buldun? Қозғалды қоғына көрмеді. Nerede uzun kuzun? Шиба. Содан соң мен мынаны шошыған соң ол уақыттан сұрадым. Құдай сақтасын деп әйтеуір мен кейбір сүрелерді оқып кеттім. Есіме короче. Кәдімгі шошып кеткен соншалықты кәдімгі жаман не істеп кеттім. Короче, осыдан кейін барлығы шүкір қазір нормально болып қалды. Қазір енді сырттағы дауыстар енді қазір маған естіп жатқандар. Сиырлардың өңгөлегені сондай естіліп жатыр. Сол себепті мен кейін сүресін қостым. Барлығы басылды. Кешкі уақыттарда екінші күні короче қайта кешкілерден қосты. Сосын бәрі басылды. Бұл не деп ойлаймын да? Қалай оның бәрі шиқылдай жатыр оның бәрі. Сол себепті осы видеоны сол үшін түсіріп отырмын. Ол қысқаша видео болды. Ал келесі видеоны айтып кетсек, келесі видеоны мен примерно осы видео көбілайтын айтып болсам, мен тобына тексеріп көретін боламын. 3-4 тексеріп көретін боламын, өтірік болса бәрі өте салған ютубқа. Алда достар, всем білгенім болған нәрсе бар. Алда пока-пока, чао.